Туған өлке, туған жер дегенде адамның бойы дір анық. Туған жер ол отан-ана, тарихың. Туған жер сайран салып, көбелек қуып, қызықты балалық шақты өткізетін жер ғана емес. Ол сенің өткенің мен болашағыңның ұштасуы. Сенің болашақта орын табуыңа әсер ететін жақының секілді. Әр адамның туған жері өзіне ыстық. Место рождения – Родина, твоя история. Место рождения – это не только место, где вы проводите свое детство. Гоняясь за бабочками – это сочетание вашего прошлого и будущего. Это как близость, которая влияет на вас, чтобы найти место в будущем. У каждого человека свое место рождения. It is clear that when people talk about their homeland, it's their homeland. This place is the motherland, your history. This place is not just the place where you spend your childhood chasing butterflies, but it's a combination of your past and future. It's like a close connection that influences you to find your place in the future. Everyone has their own birthplace. Баршаңызға қайырлы күн. Мен Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Мойынқұм ауылының Тұрар Рысқұлов атындағы 10 сынып оқушысы Алмастияна. Добрый день, я Алмастияна, ученица 10 класса имени школы Тұрар Рысқұлова, село Мойынқұм, Мойынқұмский район, Жамбылской области. I am Алмастияна, 10th grade student of Рысқұлов school, Мойынқұм village, Мойынқұм district, Жамбыл регион. Мен өзімнің туған өлкемнің тарихи ескерткіштері мен заманауи ғимараттарымен таныстырайын. Бұл бізде Керей мен Жәнібектің ескерткіші. Керей мен Жәнібек қазақтардың тұңғыш хандары. Олар Шу бойы мен Қозыбасы аралығына қоныстанып жеке хандық құрған. Ал туды біздің ауданға тіккен. Сондықтан Қозыбасындағы тау хан тауы деп аталады. Мойынқұм өңірінен шыққан Қайрат Рысқұлбеков біздің елімізге тәуелсіздік алып келген. Ол біздің мақтанышымыз, халық қаһарманы. Қайрат Рысқұлбековтың ескерткіші біздің ауданда. Қайрат Рысқұлбеков, ходец из Мойынқұма, принес независимость нашей стране. Он национальный герой, наша гордость. Памятник Қайрат Рысқұлбеков в нашем районе. Қайрат Рысқұлбеков, who come from Мойынқұм, proud and independence to our country. He a national hero, our pride. Қайрат Рысқұлбеков monuments in our district. Қуанышбаев Шолпан малшы селекционер, 2 мәрте социалистік еңбек ері атанған. Жасылбек Қуанышбаев советский животновод селекционер, старший чабан, дважды герой социалистического труда. Жасылбек Қуанышбаев Soviet livestock breeder, senior shepherd, same socialist man of a labor. Қайраткері Айтбай Назарбеков біздің ауданымызды 18 жыл бойы басқарған. Ол біздің ауданымыздың негізін қалаушы ретінде мәңгі есімізде қалады. Деятель Айтбай Назарбеков на протяжении 18 лет возглавляет Мойынқұмский район. Его навсегда запомнят как человека, внесшего большой вклад в развитие нашего района. Refugee Айтбай Назарбеков headed the Мойынқұм district for 80 years. He will forever be remembered as a person who made a great contribution to the development of our region. Біздің ауылда Құралай сұлудың да ескерткіші бар. Құралай өте сұлу әрі батыр қыз болған. Құралай сұлу осы ауданда жерленген. В нашем Мойынқұме есть память о Құралай сұлу. Құралай была очень красивой и героической девушкой. В этом Мойынқұме похоронена Құралай сұлу. In our Мойынқұм there is a memory of the beautiful Құралай. Құралай was a very beautiful and heroic girl. The beautiful Құралай is buried in this Мойынқұм. Ал енді заманауи ғимарат ретінде өз мектебін айтқым келеді. Я Тұрар Рысқұлов. А теперь, что касается современных зданий, то в качестве современного здания хотелось бы отметить свою школу, именно школу Тұрар Рысқұлов. And if we talk about modern Химарат, he will like to meditate his own school, Тұрар Рысқұлов school. Мен өз мектебімді заманауи ғимараттарға жатқызған себебім біздің мектеп жайлы мектеп болып саналады. Бұл жақта оқушыларға барлық жағдайлар жасалған. Причина, по которой я считаю школу современным зданием, заключается в том, что наша школа считается комфортной, в ней созданы все условия для учеников. The reason why I consider my school as a modern building is that our school is considered a comfortable school. Бұл біздің ауданымыздың мәдениет үйі. Бұл жақта түрлі концерттік бағдарламалар өткізіледі. Здесь культурный дом нашего района, здесь проводятся различные концертные программы. This is a cultural center of our district. Various center programs are held here.
Бұл біздің Мойынқұм ауданының заманауи ғимараттарының бірі спорт кешені. Бұл жақта түрлі спорт түрлері бар. Мысалға алатын болсақ, қазақша күрес, еркін күрес, дзюдо, футбол, волейбол. Спортивный комплекс – одна из наших современных зданий. Здесь проводятся различные виды спорта, например, вольная борьба, казахская борьба, дзюдо, футбол, волейбол. This is a sport complex one of our modern buildings. There are various types of sports here. For example, freestyle, wrestling, Kazakh wrestling, judo, football, volleyball.